Жеті жарғы Тәуке хан тұсында қабылданған қазақ халқының дәстүрлі әдет-ғұрып заңдарының жинағы. 17 ғасырда қазақ хандығына жан-жақтан қауіп төніп, елдің ауызбірлігі әлсірей бастайды. Осы тұста Тәуке хан хандықты нығайтуға күш салды. Бұл үшін мықты билік пен бірлікті қамтамасыз ете алатын жаңа заңдар жүйесі қажет болды. Тәуке хан қазақ халқының ежелден келе жатқан дәстүрлі әдет-ғұрыптары мен өзінен бұрынғы хандардың тұсында қабылданған Қасым ханның қасқа жолы мен Есім ханның ескі жолын негізге алып, жаңа заң жүйесін жарыққа шығарды. Күлтөбенің басында Төле би, Қазбек би, Әйтеке билер бас қосып, Тәуке ханның жеті жарғысы деген атауға ие болған заңдар жиынтығын қабылдады. Жеті жарғы заңдар жинағы негізінде қазақтың тайпа, ру басылары жылына бір рет жиналған. Бұл жиындарда мемлекеттің сыртқы және ішкі жағдайына байланысты мәселелер дауыс беру негізінде шешілді. Жиынға қару асынып келген азаматтардың ғана дауыс беру құқықтары болды. Сонымен бірге қару ұстап келген азамат жылына өз байлығының 20-дан бір бөлігін салық ретінде мемлекетке беруге міндеттелді. Жиынға қатысушы әр рудың өз таңбасы болды. Бұл таңбалар құрылтайда мемлекеттік рәміз дәрежесінде бекітілді. Жазалаудың ең көп таралған түрі құн төлеу болған. Қылмыскердің және өлген адамның әлеуметтік жағдайына байланысты құн мөлшері өзгеріп отырған. Мысалы, өлген ер адамның құны 1000 қой болса, әйел адамның құны 500 қой болған. Жеті жарғыда қылмысты іс құқық нормаларына үлкен орын бөлінген. Қылмыс ретіне кісі өлтіру, мертіктіру, әйелді зорлау, соққыға жығу, қорлау, ұрлық істеу және тағы басқалары жатқан. Кінәлілер жасаған қылмыс деңгейіне сай әртүрлі жазаға кесілген. Бұл жинақта қанға қан заңы сақталды. Өлім жазасының екі түрі болған: дарға асу және тас атып өлтіру. Сондай-ақ мемлекет ішіндегі бүлікшілер мен сатқындар өлім жазасына кесілген. Жеті жарғыны қазақ халқы 19 ғасырдың ортасына дейін пайдаланып келді, ал кейбір заңдар Қазан төңкерісіне дейін қолданылды. Жоғарыда атап өткеніміздей, біздің заманымызға жеті жарғының түп нұсқасы жеткен жоқ. Алғаш рет орыс ғалымы Спасский Жаппас руының старшыны Күбек Шүкірәлиевтің мәліметтері негізінде жеті жарғының 11 үзіндісін 1820 жылы Сибирский вестник баспасөзінің бетінде жариялады. Жеті жарғының екінші нұсқасы Левшиннің зерттеулерінде беріледі. Бұл нұсқалар жеті жарғы жарыққа шыққаннан кейін 100 жылдан соң халық ауыз әдебиеті жанрында жарияланған.